Қазір уже бала 15-те. 1-2 сағатқа сұранса, ей деп қаласың. Одан артық жүрме деп. Нешеде, 15-те ма? Бала 15-те уже. Туған күнге барам анау деп қалады да мысалға. Олар ана құлыншақ сияқты ғой қазір. Ау? Құлыншақ сияқты ғой, қай жаққа жібересің, сол жаққа жүре береді. Иә. Контроль болмаса деймін ғой. Иә. Сосын мен айтамын, мен мұндай уақыттан артық жүрме кереміз қазір уже қанша сағат 10-нан кейін ба? Вообще шығарма деп тұр ғой балдарды. Қазір дейтін жаңағы не бар, закладчиктардың нелері бар ана, подростықтар сондай отырып алған мефедрон ба бар ғой. Неше түрлісі бар ғой, общем қазір. Неше түрлісі бар қазір балдарды. Манағы интернет арқылы клиент. Интернет ішін шығарып жатыр да бәрінде. Иә. Қазіргі балдардікі мына телефон болмаса скучно ғой өмірлер. Вообще жалпы скучно болып кеткен. Мен өзім бала вақытымда скучно болмаған екен. Біздер ауылда балдар толып жүріп ойынның түр-түрін ойнадық. Біздер дворда жүретін едік қой. Дворда, иә, ойнадық. Телефон жоқ. Рахат, проблема жоқ. Жұмысты істеп тастаймыз, бала мал жайлап тастаймыз қыс болса. Жаз болса бақшаны шауып бірдемелер істеп тастаймыз. Шомылу баяғы, ойнау. Қазір солдан кетіп, екі ортадан кетіп қалады. Білемін. А қазіргілер вообще скучно ғой өмірі. Тамақ ішулерің өз адал жене ғой. Тамағыңды ішсең адал жене ғой бұлар тамақ ішкені. Потому что ми ашып кеткен ғой же. Сосын адам қимылдамағасын тамақ ішкісі келмейді ғой. Біздер бұрын тамақты қопаратын едік, сосын ұялатын едік қой тамақ ішіп жатқанда. Көп ішіп жатыр деп ойлап жатыр ма екендер? Ол кезде таза движение болды ғой біздерде. Жұмыс, ойнау, 1 минут уақытың болса жүгіріп шауып шығып кетті. Потому что аулада, дворда бала деген толып жүр. Қазір жоқ қой. Ауылдарда бала жоқ қазір. Иә, тып-тыныш болып тұрады ауылға барсаң. Ауылға барсаң, тып-тыныш. Кәдімгі мықты кездер болған екен ғой. Үш жерге тұра қояйын біраз. Сөйтсе бұл жүгіріп кірем де шығам ғой. В общем, не ғой. Біздің кезімізде мықты болған едік деген әңгімелер ғой, в общем. Біздерге үлкендер айтады. Ой, сендердің кездерің қызық емес. Біздің кездеріміз қызық қой деген сияқты. Баяғыда. Қазір өзіміз сондай болып отырып қой. Так. Завершать етістік. В общем, индрайвермен таксовать етіп жүрмін ғой. Яндекс көбі негізі Яндекспен таксовать етеді ғой бұлай жалпы таксисттер. Бірақ Яндекс көп ұнамайды шыны керек. Бұнда индрайвердағыдай әңгіме айта алмайсың клиенттармен. В общем, клиенттар кішкене капризнилау ма сондай ғой. Яндекс пен индрайвердің айырмашылығы бар ғой бәрі. Өздеріңде байқайтын барсыңдар ғой. Мен жерде мысалы индрайверде Яндексте ожидание қосып қоясың. Мына кісі аптекаға кіріп шығам деді. Аптекаға кіріп кетті, балам ауырып жатыр еді дейді да, жаңағы ингаляция жасау керек деп баласына. Енді ол Яндексте ожидание қосып қоятын бар енді. Индрайверде осындай моменттер бар еді. Ладно дейсің ғой, өзі біледі ғой. Артық салып жіберсе, салып жібереді, салып жібермесе алладан қайтады деген сияқты ғой. Өмір сондай ғой. Бір күні болмасын сол жақсылық саған қайтып келеді да просто. Сондықтан шамай келгенше жағдайына қарап адамның жақсылық жасап тұру керек қой негізі. Жолда бір-біріне уступать етіп деген сияқты маракат еткенде. Ол да қатысты.
водительдер түсінеді мені. Наверное, вибрациясын айырып тастау керек еді. Так, мынау әдемі заказ. Көрейік. О, алхамдулилля. Час пик уақыты ғой, в общем. Час пик уақытта деген заказдар деген ұшып барады ғой, ценалар деген. Любой жерде солай ғой. Любой қалада дегенім ғой, то есть. Ағамыз ұзағынан кетті, в общем. Походу, очередь па бірдеңе болып жатқан сияқты. Мен заказ алып қойдым. Мына кісіні түсіріп салуым керек. Оны әлі апарған жоқ үйіне. Кішкентай жер мына жерде ғой. Ықсанова деген көше бар бізде. Орыстар Ихсанова деп қояды. Бізде Ықсанов қой негізі. Ықсанов, Мұстақим Ықсанов деген кісі ғой, бұрын совет уақытында әкім болған ба осы Оралда. Совет уақытында әкімді қалай айтады, ол жағын білмей тұрмын қазір. Сондай кісі ғой, үшін Мұстақим Ықсанов деген. Сол кісі Мұстақим деген, мысалы біздер Фатиха сүресінде Сиратал Мұстақим деп намаз оқып жатқанда оқимыз ғой. Сиратал Мұстақим деген жаңағы тура жолға сал деген ғой. Мұстақим деген сол тура жол деген ғой. Ықсан деген ол жаңағы. Удай қымбатта 3700 дейді. 5 штука. 3000 дей ма? 3000. Оның аппараты болар да? Еще аппарат. Ингаляциясы ма? Иә. Жоқ, бар өзінде. Оның өзі де. Міне мынау ғой. Осы ішінде бесеу 3700 беріледі. Да, алып. Енді аласың ғой. Солға кетіп қалсың, сол дұрыс. Да? Иә, солға кетіп қалған дұрыс. Не керек? Мә балдар жібере қоймасаң, мен кеп қалдым. Кеп. Хорошо. Солға кетіп қалып, сосын қай жерден? Оңға. Ана Құрманғазы 112 ғой? Иә, дворға кірмей-ақ қойайын, брат, да? Ау? Дворға кірмей-ақ қойайын. Жақын ма? Клиент алып қойып едім. Так, мен көліп сай берейін ғой. Иә. Жолдың жағасы сізге түсіп қалады. Сол. Жерге тоқта, мен секіріп түсіп қалам, сен егін бұрыл. Ше? Как раз келесі көшеге түсіп кетеді. Рахмет, брат. Жақсы жолда бол. Жақсы, рахмет. Әңгімем не істеп жіберді ғой. Әңгімемді бөліп жіберді ғой. Сиратал Мұстақим деген ат қандай болған деп айтайын деп жатыр едім. Ладно. Бүгін бауырлармен, ауылдастармен, бауырлармен неге барайын деп жатыр. Футбол ойнауға. Міне футбол ғой мана. Қазір Ишаға бару керек, Ишадан кейін иншалла футболға тарту керек болып тұр ғой. Негізі көп барғым келмейді, шыны керек ондай жерге. Футбол ойнап, анау-мынау. Бірақ енді бауырлар бас қосып, мана не болып жатқасын, шақырып жатқасын болғаның жақсы еді. Ондай жерде барасың ғой. Біріншіден, екіншіден достарың көңілін қалдырмайын деп баяғы. Екіншіден сосын насихат ретінде жаңағы мұсылмандар бар, анда намаз оқитындар бар, бейнамаз оқитындар бар деген сияқты, намаз оқымайтындар бар деген сияқты ғой. Бұндайларға бір үлгі ретінде ғой. А то байқайсың ғой, бір-бірін боқтап жаңағы, бір-бірімен қарбаласып, сен неге бүйтпейсің, сен неге сөйтпейсің деп жатады да футболдың өзінде де. Былай уақытта. Сосын жаңағы бауырлар айтып жатыр ғой, сендер деген өйтіп бір-бірін
қалғысы абай 108 ғой да Сонысы, иә. иә